Мына оқиғаны білетін шығарсыздар. Американдық бизнесмен Coldplay'дің концертінде любовницасымен көзге түскен болатын. Осы ақпараттан кейін әлеуметтік желілерде Қазақстандағы ажырасудың басты себептерінің бірі немесе 40%-ға жуығы көзге шөп салу, жалпақ тілмен айтсақ измена деген ақпарат тарады. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Расымен солай ма? Бірге тексеріп көрейік. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан отбасылары ұлттық баяндамасын таныстырған болатын. Баяндамаға сай ажырасудың негізгі себептерінің ішінде ішімдікке салыну, ерлі-зайыптылардың біреуінің нашақорлығы, тұрмыстағы зорлық-зомбылық және лудомания екенін айтқан. Соның ішінде 47%-ы опасыздық. Яғни зерттеуге сай опасыздықта ажырасудың негізгі себептерінің бірі деп аталған. Министр ажырасудың тағы бір себебінің бірі, яғни 20%-ге жуығы балалы бола алмау деп түсіндіреді. Яғни Қазақстандағы әрбір 6-шы отбасы осындай жағдайға тап болады екен. Дегенмен талдаудың өзінде ажырасудың себептері туралы сауалнама көрсетілген. Онда қаржылық қиындықтар, бала тәрбиелеудегі келіспеушіліктер және серіктесінің бірінің тәуелді болуы, сондай-ақ ата-анадағы қарым-қатынас атап өтілген. Дегенмен ажырасудың басты себептерінің бірі опасыздық деп айту қиын дейді министр. Сондықтан ондай пікір қалыптастыруға болмайды. Жалпы алғанда ажырасу өте күрделі процесс, оның себептері де көп болуы мүмкін. Ал сіздің ойыңызша негізгі себебі неде? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.